Қазақстан аумағы жағынан әлемде 9-шы орында тұрған мемлекет. Географиялық тұрғыдан ол Еуропа мен Азияны жалғайды. Осы кең байтақ өлкеде адамзаттың алғашқы қадамдары палеолит дәуірінде басталған. Осы заманда адамдар аң аулап, терімшілікпен айналысқан, кейін егіншілік пен мал шаруашылығына көшкен. Қола дәуірінде жергілікті тайпалар жауынгерлік арбаларды меңгеріп, мыс өңдеп, қару-жарақтар жасаған. Біздің дәуірімізге дейінгі 8-ші ғасырда қазіргі Қазақстан мен Ресейдің оңтүстігінде алғашқы дамыған мемлекет Скифия деп аталған. Скифтерді парсылар сақтар деп атаған. Олар түркі халықтарының арғы тегі, батыр жауынгерлер мен мергендер, мал шаруашылығын жақсы меңгерген көшпенді халық болған. Алтынды жоғары бағалаған сақтардың өнері мен дәстүрі олардың қорғандарынан табылған бай жәдігерлерден көрініс тапқан. Сақтардың салт дәстүрі көрші халықтарда құрметпен қатар үрей де тудырған. Тарихи деректерге сүйенсек, олардың әскери дәстүрлері қатал болған. Әйелдері де жауынгерлік қасиетке ие болып, ерлерімен қатар шайқасқан. Уақыт өте келе бұл кең далада әртүрлі түркі тайпалары көбейіп, олардың бір-бірімен өзара бәсекесі күшейеді. Салдарынан Қазақстан Еуразия даласында көшпелі тайпалардың қозғалысының маңызды орталығына айналады. Батысқа пешенегтер, шығысқа қыпшақтар мен өзбектер, оңтүстікке селжүктер мен түркмендер қоныс аударды. Көп ұзамай ұлы далада хандықтар мен қағанаттар құрылып, кейде бірігіп, кейде қайта құлап отырды. 13-ші ғасырда Шыңғыс ханның шапқыншылығы басталып, бұл өңірлер оның ұлы империясының бір бөлігіне айналады. Бірақ империя іштей ұлыстарға бөлініп, Қазақстан Жошы мен Шағатай ұлыстарының құрамына кірді. Жошы ұлысы кейін Алтын Ордаға айналып, Еуразияның көп бөлігін басқарады. Уақыт өте келе Алтын Орда әлсіреп, оның орнына жаңа мемлекеттік құрылымдар пайда болады. Осындай кезеңде 15-ші ғасырда ішкі тартыстардан қажыған сұлтандар Жәнібек пен Керей өз жақтастарымен бірге Моңғолстанға көшіп, сол жерде Қазақ хандығының негізін қалады. Бұл Қазақ мемлекетінің бастауы еді. Қазақ атауы алғашында әлеуметтік мағынада қолданылған, өз еркіндігі үшін күрескен, бұрынғы хандықтардан бөлініп шыққан көшпенділер өзбек қазақ деп аталды. Кейін бұл атау қысқарып, халықтың жалпы атауына айналды. Жәнібек пен Керейдің бастаған ісі кейін кең қанат жайып, Қазақ хандығына көптеген тайпалар өз еркімен қосылады. Қасым хан тұсында Қазақ хандығы гүлдену кезеңін бастан өткеріп, халық саны 1 миллионға жуықтады. Еуропа мен Азия арасында беделді мемлекетке айналды. Мәскеумен және басқа да шет елдермен алғашқы дипломатиялық қарым-қатынастар орнады. Бірақ кейінгі кезеңде ішкі бірлік әлсірей бастады. Әр сұлтан жеке билікке ұмтылып, орталанған басқару жүйесі әлсіреді. Қазақ хандығы мұрагерлік жолмен емес, бедел мен халық қолдауына сүйеніп хан сайлаған. Бұл сол дәуір үшін ерекше демократиялық жүйе болғанымен, кей жағдайда ішкі тұрақсыздыққа да себеп болды. Сол тұста қазақтар 3 жүзге бөлінді: ұлы, орта және кіші жүз. Бұл халықтың емес, саяси элитаның билікке таласы еді. Ал далада жаңа қауіп — жоңғар хандығының пайда болуы. Олармен күрес бір ғасырдан аса уақытқа созылды. Арасында Жәңгір хан секілді басшылар қазақтарды біріктіріп ұлы жеңістерге жетті. Арбұлақ шайқасы соның айқын мысалы. Алайда жоңғар шапқыншылығы ауыр зардап әкелді. 1723-1727 жылдар аралығы ақтабан шұбырынды алкохоль сұлама деп аталады. Көптеген адамдар босып, елдің экономикалық жағдайы әлсіреді. Кіші жүз ханы Әбілқайыр бұл ахуалдың салдарын түсіне отырып, қазақ халқын сақтап қалу үшін Ресеймен одақ құруды ұйғарды. Бұл әлсіздіктің емес, тарихи жағдайды ескере отырып қабылданған шешім еді. 1731 жылы кіші жүз Ресей құрамына өтті. Кейінірек бұл үрдіске орта және ұлы жүздер де қосылады. 19 ғасырда Ресейдің ықпалы артты. Қазақ даласында патша үкіметінің заңдары енгізіліп, отарлық басқару жүйесі орнықты. Сол кезеңде ел ішінде наразылықтар, көтерілістер болғанмен, қазақ жері біртіндеп Ресей империясының толық бақылауына өтті. 20 ғасырдың басындағы революциядан кейін Кеңес одағы құрылып, Қазақстан 1936 жылы Қазақ Кеңестік социалистік республикасы мәртебесіне ие болды. Бұл тарихымыздың жаңа, күрделі әрі маңызды кезеңінің басталуы еді. Бұл оқиғалар халқымыздың тағдыры мен таңдауын, күресі мен кемелдігін айғақтайды. Қазақ халқы қай кезеңде де өз болмысын, жерін, рухын сақтап қалуға ұмтылды. Біздің міндет осы тарихтан тағылым алып, болашаққа сеніммен қадам басу. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.